Сәлем, мен Аскербек. Йо, мадиге, дұрсап тұрсе мейрам емес па? Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Бүгін бізді керемет мейрам, ұлыстың ұлы күні немесе жаңа жыл, яғни Наурыз мерекесі. Жаңа жыл мен жаңа белестерді бағындыра берейік. Өзіме көрермендерім саны мыңға жеткізуін тілеймін. Ал сіздерге зор денсаулық пен мол бақыт тілеймін. Наурыз мерекесінің тарихына тоқталып кетсек, бұл мейрамды ата-бабаларымыз ертеден бері төлеп келе жатыр. Дәл осы 22-23 Наурыз күндері аралығында күн мен түн теңеседі. Төрт түлік төлдеп, қиын қыстаудан шығып айналы гүлдей бастайды. Сол үшін де осы мейрамды жаңа жыл деп те атаған. Бұл мейрамды тек біз емес, Орта Азия халықтарының барлығы тойлаған. Соның ішіндегі ежел гректер осы мейрамды Патрик деп атаған. Олар әр жерде үлкен от жағып, сол отқа май құйған. Сол оттың айналасында үлкен дастархан жайып, бір-біріне жылы сөздер айтып, әртүрлі ойындар ойнаған. Бұлай қарасақ, біздің Наурыз мерекесімен ұқсас. Бірақ бізде барлығымыз жақсы көретін Наурыз көже бар. Наурыз көженің құрамында 7 түрлі азық болу керек. Олар бидай, арпа, сұлы, сүр ет, су, тұз. Былай негізі Наурыз көженің құрамы тұрақты емес. Оны жастаған адам оның өз еркіне қарай әртүрлі азық түрлерін қоса береді. Бірақ оның саны 7 болу керек. Неге десеңіздер, қазақ халқында 7 деген сан киелі сан. Наурызда дастархан қойылатын тамақтан бөлек әртүрлі ойындар ойналған. Ол ойындарды Наурызнама деп атаған. Олардың саны өте көп, бірақ ең негізгілері олар асық ату, аударыспақ, көкпар, теңге ілу және қыз қуу. Ең көп таралғаны осы ойындар. Және айлы түнді әуенге бөліп 6 бақан тепкен. Қысқаша Наурыз мерекесі жайлы сіздерге ақпарат бердім деп ойлаймын. Осы күні сіздерге тілейтінім, жақындарыңызға ыстық лебіздеріңізді білдіріп, реніштеріңізді ұмытып, алға қойған мақсаттарыңызға ұмтыла беріңіздер. Дастарханымызда нан кетпесін, ырыс мол болсын. Еліміз әрдайым бейбітшілікте болсын. Сіздермен болған мен, Аскербек. Лайкты бас, каналға міндетті түрде тіркел. Көріскенше сау болыңыздар.